Құрметті қазақстандықтар, азаматтардың тұрғылықты жері бойынша ресми тіркеусіз тұру фактілері желеп кетті. Заң бойынша әрбір азамат, ол жеке тұрғын үй болсын, жалға берілетін немесе тұрақты тұратын басқа тұрғын үй болсын, өзі тұратын жерде тіркелуі керек. Әйтпесе, тұрғылықты жері бойынша тұрақты тіркеуі жоқ адамдарға кейбір мемлекеттік қызметтерді пайдалану кезінде шектеулер қолданылады. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша тұрақты немесе уақытша тіркеусіз тұрғыны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 492 бабында 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға дейін жауапкершілік көзделген. Бүгінгі күні ол 21 мыңнан астам теңгені құрайды. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігінің көші-қон қызметі комитеті барлық азаматтарды заңға бағынуға шақырады. Меншік иесі сізді тіркеуден шығарып тастаған жоқ па? Үнемі тексеріп отырыңыз. Тіркелген жеріңізді қараңыз. Егер сіз тұрғылықты жеріңізді өзгерткен болсаңыз, онда сіз жаңа тұрғылықты мекенжайға тіркелуіңіз керексіз. Бұл басқа қаладан келген студенттерге де қатысты. Сіз өзіңіздің оқу орныңызға тіркелуіңіз керек. Мұны мүмкіндігінше тез жасаңыз. Тіркеуді қарапайым тәсілдермен іске асыруға болады. Біріншісі, халыққа қызмет көрсету орталығының кез келген бөлімшесіне жеке куәлікпен барып, сол жерде келісім беру үшін тұрғын үй иесінің қатысуы жеткілікті. Екіншісі, азамат тұрғылықты жері бойынша электрондық үкіметтің егов интернет порталы арқылы тіркеуге өтініш бере алады. Үйдің иесі де сол портал арқылы келісім бере алады. Ішкі істер министрлігі тұрғылықты жері бойынша тіркеудің үшінші жеңіл әдісін халық банкімен жүзеге асырды. Ол үшін App Store мен Play Market'тен банктік мобильдік қосымшасын жүктеу керек. Жеке басын куәландыруды растау, тіркеу иесінің келісімі SMS пароль арқылы жүргізіледі. Тіркеу процедурасы шамамен 1 минут уақыт алады. Сондықтан азаматтарды тағы да нақты тұрғылықты жері бойынша тіркелуге шақырамыз және көші-қон заңнамасын осы талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілікке тартылатынын ескертеміз. Толық ақпаратты Ішкі істер министрлігі көші-қон қызметінің сайтынан немесе полиция.kz сайтынан алуға болады.